Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Альбина. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында ешқандай нан пісіретін пештің көмегінсіз дайындалатын жұп-жұмсақ өте дәмді нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп кетіңіз және біз бастаймыз. Ең алдымен осы рецептке керек ингредиенттерді дайындап алыңыз. Шұңғыл ыдысымызға бірінші жылы суымызды құямыз. Артынан тұзымыз бен қантымызды саламыз және қамыр ашытқышты салатын боламыз. Одан кейін қантымыз бен тұзымыз ерігенше жақсылап осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Осы сұйықтыққа бір қасық күнбағыс майын құятын боламыз. Содан кейін міндетті түрде електен өткізген ұнымызды саламыз. Және жақсылап тұрып қамыр илейтін боламыз. Егер үйіңізде қамыр илейтін насадкасы бар миксер болатын болса, онда ең аз жылдамдығына қойып, осылай қамырды жақсылап тұрып илеп шығуға болады. Бірақ менде ондай миксер болмағандықтан, мен бұл қамырды қолыммен иледім. 7-8 минуттай жақсылап тұрып иінін қандырып, нанды кәдімгідей бір келкі қамыр шыққанша илейміз. Ең соңында осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығу керек. Шұңғыл ыдысымызды алып, ішінен күнбағыс майын жағып шығамыз. Және ішіне қамырымызды салып, көтерілуге жібереміз. Қамырыңыздың тез көтерілгенін қаласаңыз, онда үйдегі тоқпешті үсті асты режиміне қойып, 30-40 градусқа қойып, ішіне жылытып аламыз. Одан кейін жаңағы қамырымызды салып қоямыз да, көтерілуін күтеміз. Бір жарты сағаттың ішінде осындай қамырыңыз 2-3 есе көтеріледі. Үстеліміздің үстін күнбағыс маймен майлап аламыз да, қамырымызды енді екіге бөлетін боламыз. Бұл жерде кішірек қамырымыз бізде батонға кетеді, ал үлкен қамырымыз кәдімгі формада пісетін бөлке нанға жіберетін боламыз. Бөлініп алынған қамырды тағы бір қайтара ішіне иілеп, бетін жауып, бір 10-15 минутқа қойып қойыңыздар. 10-15 минут өткеннен кейін бөлке нанның қамырын жаятын боламыз. Ал батонның қамырын бетін жауып сырт жаққа қойып қойыңыздар. Тағы да үстелдің үстін күнбағыс майымен жағып шығамыз. Және де міне осындай видеода көрсетілгендей ұзын қылдырып жайып аласыздар. Және екінші жағында осындай тік 4 бұрыш қылдырып, ұзын қылып, жақсылап оқтаумен жайып аласыздар. Одан кейін қамырды бір қайтара осылай үстіне видеода көрсетілгендей қойып шығамыз. Содан кейін қамырымызды осылай тігінен қойып, тағы да оқтауымыздың көмегімен 1-2 рет қайтарып жайып шығатын боламыз. Жайып шыққаннан кейін тағы да осылай бір-бірінің үстіне қойып шығамыз қамырымызды. Осы жайған қамырымыздың жан-жағын былай жабыстырып, бітеп, ауа кірмейтіндей, нан пісіретін форманың көлемінде етіп қылып, тағы да бір жайып шығасыздар. Соңғы рет қамырымызды осылай бір-біріне жабыстырып, жан-жағын ауа кірмейтіндей етіп, қолымыздың көмегімен осылай жабыстырып шығамыз. Менің нан пісіретін қалыпым осындай. Бұл форманың ішін күнбағыс майын жағып шығамыз. Және де жаңағы дайын болған қамырымызды салып, батон нанымыздың қамыры дайын болғанша қоя тұрамыз. Келесі кезекте батонға арналған қамырымызды дәл солай жайып шығамыз.
бір рет тік төртбұрышты қылдырып оқтауымның көмегімен жайып шығасыздар, кері аударып тағы да бір рет басып шығасыздар. Қамырды шетінен орай отырып, осылай әрбір бір ораған сайын жабыстырып отырасыздар. Сонда арасына қатты ауа кіріп кетпейді. Және де сонымен қатар екі жанында бітеуді ұмытпаңыздар. Егер рецепт сіздерге пайдалы болып жатса, міндетті түрде лайк басып өтіңіздер, комментарий жазып өтіңіздер. Және түсінбеген сұрақтарыңызды сұрай отырыңыздар. Духовканың өзінің арнайы формасына астына май жағып, осылай батонымызбен нан пісіруге арналған қалыбымызды салып, 30-40 градуста қосылып тұрған тоқ пешімізге көтерілуге жібереміз. Нанымыз көтерілгенше оның үстіне жағатын сұйықтықты дайындап аламыз. Ол үшін су мен майымызды, күнбағыс майын араластырып қоямыз. Міне, қарап тұрсаңыздар, нанымыз даже 3 есе көтерілді. Енді осының үстіне жаңағы дайын болған сұйықтығымызды жақсылап тұрып жағып шығамыз. Сонымен қатар сүт пен жұмыртқаның сарысы қосылған жақпаны да жағуға болады. Одан кейін келесі кезекте бізде өткір пышақтың немесе лезвияның көмегімен батонға осындай узор салатын боламыз. Содан кейін тоқпешке жібереміз. Қарап тұрсаңыздар, міне жап-жаңа тоқпештен шыққан нандар, біреуі батоннан, екіншісі бөлке нан. Өте қытырлақ сырты, бірақ іші жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Егер де наныңыздың беті жылтырақ әрі жұмсақ болған қаласаңыз, ондағы бағанағы қалған жақпадан жағып шығуға болады. Тек қана нан өте ыстық болу керек. Нанымызды суығаннан кейін арнайы нан турайтын ара пышақпен кессеңіздер өте жақсы кесіледі. Мен ондай пышақ болмағаннан кейін кәдімгі пышақпен кескен болатынмын. Енді бұл нанның керемет иісін, дәмін өздеріңіз дайындап, пісіріп шыққанда ғана сезетін боласыздар. Ол үшін міндетті түрде осы рецептпен мен сіздермен бөлістім. Бір дайындағаннан шығатын рецепт. Міне үстінен де басып көрсеттім, өте жұмсақ болып шығады. Сіздерге кеңесім міндетті түрде дайындап көріп, міне жоғарыда мен Instagram парақшам бар. Сол жерде өздеріңіздің отзывтарыңызды бөлісе кетсеңіздер, мен өте қуанышты боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет үлкен.